Сәлеметсіздер ме менің көңілді достарым? Мен сіздерге Қарлығаш пен Шөже торғай деген ертегіні оқып берейін. Бір мәуелі бақта кәрі қарағай өсіп тұрыпты. Оның басына Шөже торғай мен Қарлығаш ұя салыпты. Көп өтпей олар балапан шығарады. Шөже торғай балапанына қурай басын сындыртпай ерке қылып өсіріпті. Шөже торғайдың балапаны ойыннан басқа ештеңені білмейді екен. Қарны ашса, анасына келіп тамақ сұрайды. Анасы оған тапқан таянғанын береді. Ал Қарлығаштың балапаны болса, еңбекқор, елгезек болып тәрбиелепті. Уақыт тез өте беріпті. Олардың балапаны екеуі де ер жетіпті. Қанаты қатайған Қарлығаштың балапаны жылы жаққа ұшып кетті. Ал Шөже торғай болса, жерден тауып жейтін дәнге сеніп бақта қалады. Қыс келеді, күн суыта бастайды. Жерде қалың қар жауады. Не жейтін азығы жоқ, не бас суғар баспанасы жоқ. Шөже торғай әбден ашығады. Бір мезетте боран соғып, Шөже торғайдың балапанын бүрістіріп тастайды. Көктем келеді, күн жылына бастайды. Қайтадан оралған Қарлығаштың балапаны шиқылдап құрдасын іздей бастайды. Сол кезде оған жылама дейді кәрі қарға. Шөже торғайдың балапаны еңбек етпеді, сол үшін аштан өлді. Еңбексіз тіршілік жоқ. Осыны есте шығарма деді. Сау болыңыздар.